Астанадағы ұлттық сурет галереясында Қырғыз Республикасының суретшісі Бузурманкул Мырзалиевтің «Махаббат сыры» атты жеке көрмесі ашылды. Талас орманы Қырғыз суретшісінің туып өскен жері. Ал ғашықтық сезімін мынадай керемет суретпен бейнелеген. Себебі оның музасы, оның жары. Сондықтан да ол бар туындысын жарына арнап салады. Бузурманкул Мырзалиев қазақ қызымен шаңырақ көтеріп 5 баланы тәрбиелеп өсірді. Ол қызынан 4 немересі бар. Тағдырлары өнер жолында тоғысқан отбасы ерекше ережелерді ұстанады. 5 сағаттан артық ұйықтамайды, спорттық жаттығуларға көп көңіл бөледі. Жұбайымда шығармашылықты сүйетін жан. Біз осындай көрмеде танысқанбыз. Отбасымызбен суретшіміз. Сондай-ақ барлығымыз спортпен айналысамыз. Интернетте көп қолданбауға тырысамыз. Бар уақытымызды өнер мен спортқа арнап жүрміз. Суретшінің 200-ден астам туындысы бар. Бұл көрмеге 20-ға жуық картинасына келіпті. Оның ішінде ерекше мәнердегі композиция, пейзаж, натюрморт, портреттер де бар. Көпшілік назарына ұсынылған туындыларда табиғаттың әсем көрінісі көбірек бейнеленген. Екі туыс елдің салт дәстүрі, біздің халықтың тұрмысы бәрі өте ұқсас. Біздің өнерімізді, қолданбалы өнеріміз әсіресе өте ұқсас. Сонымен бұл көрме бізге өте ыстық. Өзіміздің туысқанымыз, туған бауырымыз келген сияқты біз қуанып жатырмыз. Адам 300 жыл өмір сүре алады. Мен оның құпиясын таптым, дейді суретші. Болашақта ұзақ өмір сүрудің жолдарын арнайы кітап етіп шығармақ. 60-қа алқымдаса да, бойындағы бұла күші көрмеге келушілерді қайран қалдырды. Шаолинь бағытында өз шебер екен, арнайы сабақ алған екен. Демек, суретшінің бойындағы тағы бір қасиет қосымша спортқа деген. Ол бір өте жақсы қасиет. Мен де сол спортқа жақындап, сол спортты қызық көріп жүрмін соңғы кезде. Және өнер адамына, ер адамға 8 өнерде аз. Көрмеге келушілер қырғыз суретшісінің шығармашылығымен жан-жақты танысты. Өмір сүру қағидасына да қанық болды. Бүгінгі көрмеден Бузурманкул Мырзалиевтің суретке деген ынтасын байқадық. Дегенмен суретшінің бұдан бөлек бізбен сіз білмейтін қырлары да жетерлік. Ол жырда жазады, суретте салады, спортпен де айналысады. Камила Маулен, мәдениетке саяхат, Астана.